Сәлеметсіңдер ме оқушылар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы деректер типі. Бүгінгі сабақта білеміз деректер типінің жіктелуін. Сөздікті дәптерімізге жазып алайық. Оқушылар, бүгінгі тақырыпта біз айнымалы терминмен танысамыз. Айнымалы дегеніміз бұл атауы бар қандай да бір мәнді сақтайтын компьютер жадындағы ұяшық болып табылады. Айнымалы атауы латын әліпбиінің бас әріптерінен, латын әліпбиінің кіші әріптерінен, сандардан және де арнайы белгілерден тұрады. Айнымалы атауы мағынаға сәйкес таңдалынады. Яғни бізге жолды есептеу керек болатын болса, жолды есептеу формуласына сәйкес айнымалы атауын SVT-лермен жазатын боламыз. Программадағы әрбір атауға бір тип байланысты болып келеді. Яғни компилятор тұрғысынан бақылауды қажет ететін операциялар типтің сәйкестігіне қарай орындалады. C++ тіліндегі деректер типін кеңейтілген деп айтады. Өйткені қосымша деректер типінен басқа олар өздерінің типін құруға болатынымен ерекшеленеді. Енді типтерге тоқталайық. Int бұл деректердің бүтін типі болып табылады. C++ тілінде біз оны жариялаймыз немесе хабарлаймыз мынандай тұрғыда. Int a нүктелі үтір. Бұндағы бүтін типті a айнымалысын хабарлау болып табылады. Оның кеңейтілімі осы сандар аралығында болады. Float жылжымалы үтір деректер типі. Бұны C++ тілінде бұлай хабарлаймыз немесе жариялаймыз. Float b нүктелі үтір. Бұндағы b айнымалысын жылжымалы үтірлі деректер типін хабарлау болып табылады. Келесі double екілік дәлдіктегі жылжымалы үтір деректер типі болып табылады. Бұны C++ тілінде жарияланады. Double C14.2 нүктелі үтір. Double типіндегі айнымалыны хабарлау болып табылады. Келесі char деректердің символдық типі болып табылады. Бұл C++ тілінде айнымалының типі, яғни char, айнымалы атауы және тең апостроф үстінде мәні жазылады. Char D тең апостроф D және апостроф жабылады. Бұл char типіндегі айнымалыны жариялайды, хабарлайды. Ол бір мәшинелік байтты құрайды. Бұл деректердің логикалық типі. Бұны false немесе true екенін айтады. Бұны C++ тілінде типі айнымалының және айнымалының атауы жазылады. Мысалы, бұл a тең true. Void мәні жоқ мәліметтер типі болып табылады. Яғни берілген айнымалының типі болмаған жағдайда, яғни қайтарымсыз болатын болса, осы типтерге енетін болады. Яғни void мәні жоқ мәліметтер типі болып табылады. Тапсырма: түсініктемені толықтырып жаз. Программада түсініктемені екі сызықша арқылы жазамыз. Айнымалы қандай типпен жарияланған? Бірінші айнымалы бізде int a нүктелі үтір деп берілген. Яғни бұл жариялап, хабарлап тұр a айнымалысының бүтін типті екенін. Ары қарай жалғастырамыз. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.